Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын булочканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ал бастайық. Ол үшін біз жылы суға жылы сүтті қосамыз, үстіне 3 ас қасық ұн қосамыз және де 1 ас қасық дрожжиді қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоя тұрамыз. Су мен сүт міндетті түрде жылы болу керек, не суық емес, не ыстық емес. 15-20 минут өткеннен кейін сұйық май құямыз. 1 жұмыртқа және де 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнды қосамыз. Ұнды барлығын бірден салып жібермейміз, аз-аздан салып, осылай қолымызбен илейміз. Артық ұн қосуға болмайды. Ингредиентте қанша ұн деп тұр, сонша ұн ғана қосамыз. Егерде қолымызға жабысып жатса, онда сұйық маймен басып қоямыз. Енді осының бетін жауып, жақсылап орап, жылы жерге 40 минутқа қоя тұрамыз. Уақыт өткеннен кейін біздің қамырымыз осылай көтеріледі, өте жұп-жұмсақ, жұмыс істеуге де ыңғайлы. Енді таразының көмегімен осылай барлығы бірдей болып шығу үшін өлшеп аламыз. Мен 45 граммнан өлшеп алдым, бөліп алдым барлығын. Шамалы қолға жабысады, ұн сеуіп жүрсеңіздер ештеңе етпейді. Осылай барлығын дайындап аламын. Және де өзіме ұнайтын формамен булочка жасайтын боламын. Кез келген өзіңізге ұнайтын әдіспен жасасаңыздар болады, немесе жай домалатып қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде сізге жасап көруге кеңес етемін. Өйткені өте дәмді болып шығады. Бізде үйде балалар болғандықтан мен осының 2 порциясын жасаймын. Бірден желініп кетеді бізде. Енді осылай барлығын жасап дайындап алғаннан кейін 10 минутқа бетін жауып, тағы да тындырып қоямыз. Он минут өткеннен кейін біздің байқасаңыздар, булочкаларымыз тағы да көтеріліп тұр. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысына шамалы сүт қосып, осылай бетіне жақсылап жағып шығамыз. Және де осының үстіне мак болса, немесе кунжут, немесе жай ғана қант сеуіп шықсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Осылай біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.